Бүгін біз сіздермен көргенде көз тоятын әрі өте дәмді тағам әзірлейміз. Шынымды айтсам, бұл тағамның қалай аталатынын білмейді екем. Егер сіз білсеңіз, комментарийға жазып қойыңыз. Ал маған қолдау ретінде каналыма тіркелсеңіз, қатты қуанып қалатын едім. Ендеше бастаймыз. Ең бірінші күрішті жуып тазалап алып, оны суға пісіреміз. Енді тұздығын дайындауға кірісеміз. Көкөністердің барлығын тазалап, жуып аламыз да, төрт-бұрышты етіп турап шығамыз. Сосын қызып тұрған табаға барлығын біртіндеп қуыра бастаймыз. Бірінші пиязды қуырамыз. Ол сарғайып қуырғаннан кейін үстіне фаршты саламыз. 5-10 минут шамасында фарш қуырылып біткесін сәбізді салып, оны да 5 минуттай қуырып аламыз. Соңында картопты салып, оны да қуырып аламыз да, үстіне томат пастасын салып, бірге 5 минуттай қуырамыз. Барлығын жақсылап қуырып болғаннан кейін өз қалауыңызша дәмдеуіштерді қоса беріңіз. Мен қара бұрышпен аздап зира қостым. Сосын кішкене су құйып, қақпағын жауып, жай отта 10 минуттай ұстаймыз. Ең соңында ғана консервідегі жасыл бұршақты салып, тағы да 10 минутқа баяу отқа қойып қоямыз. Егер жасыл бұршақ үйіңізде болмай жатса, онда қоспасаңыз да болады. Тамағымыз толығымен дайын болғанша жемістерден салат жасап жіберейік. Бұл салат адам денсаулығына өте пайдалы әрі астың жақсы қорытылуына көмектеседі. Сіз үйіңіздегі бар жемістерді қолданып жасай берсеңіз болады. Соңында салаттың бетін анармен осылай әсемдеп жібердім. Өте әдемі болып шықты. Бұл тамақтың ерекшелігі дастарханға қалай ұсынатынымызда, яғни подачасында. Оның қалай жасалу керектігін видеода толығымен көрсеттім. Үлкендеу тамақ құятын ыдысқа шай пиаланы төңкеріп салып, үстіне күрішті саламыз. Оны қасықпен басып шығамыз да, осылай тарелкеге төңкеріп аламыз. Мінекей осылайша оңай әдіспен формамыз дайын болды. Енді осының ішіне тұздықты саламыз. Осындай ерекше әрі әдемі тәсілмен дастарханға асымызды ұсынатын болсақ, жақындарымыз қуанып қалатыны анық. Ал бұл тағамның дәмі өте ерекше әрі дәмді болып шықты. Сіз де жасап, дастарханыңызға қойып, жақындарыңызды қуантып қойыңыз. Рецепт ұнаса, каналыма тіркеліп, видеоға лайк басып қойсаңыз, қатты қуанып қалатын едім. Сіздермен болған Замира.